байлап алғашқы қымыз ішуге арналған дәстүрлі байқымыз қымыз мұрындық мерекесіне қош келдіңіздер. Байқымыз гастрофестивалінің генеральный продюсері бізде. Жан Мырза, мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Қымыз мұрындыққа қош келдіңіздер. Осы жерде қазір Астананың төрінде осындай үлкен жоба өтіп жатыр. Жаңбыр жауып жатыр, Алланың нұры жауып жатыр дейді қазақта. Сол бұл халықтың жобасы. Бұл ұлттың жобасы. Онда осындай дүниелерді біз насихаттау керекпіз. Өйткені айтпесе қымыз болмаса қазақ болмайды. Ал енді бүгін міне қымыз мұрындыққа келіп қалдық. Менің атым Тоқабаев Нұрғали. Мен Жоламан шаруа қожалығының басшысымын. Біздің енді айналысатын шаруа, біз жылқы өсіреміз, бие сауып, қымыз жасаймыз. Ұйымдастырушылардың шақыруымен осы қымыз мұрындық гастрофестиваліне келіп отырмыз. Біз енді Жаңаарқа ауданынан келдік. Ұлытау облысы қазір. Менің атым Қасенов Бейбіт. Сол бірге ауыл шаруашылығы маманымын. Жай өңірлерде болатын қазір республикалық көлемде мынау Жұмажан бастаған топ ұйымдастырып жатыр. Рахмет, қыздарымызға рахмет. Осы ұйымдастырып жатқан. Есіміңіз кім? Балкенже есім. Балкенже қай өңірден? Астанадан. Астана. Мына кәсібіңізге табыс тілейміз сіздің. Бәрі өте көрініп тұр. Көжеде өндіресіз бе? Көженің ішінде 3 түрлі дәм бар. Оның ішінде арпа, бидай, ақжүгері және қайнатылған құрт, айран қосылады. Жаздың күні таптырмайтын нағыз шөл десең сусын. Сонымен қатар бұл әлі қымыз мұрындық мерекесі үлкен фестивальде өзіңізді күтеміз. Келеміз, міндетті түрде. Аман болыңыз. Енді сандықтары, еңбектеріңіз үлкен, әрі қарай қандай жоспар және айта кету керек, Байқымыз гастрофестиваліне көрсеткен қолдауларыңыз үшін алғыс айтамыз. Жаңа қымыздың картасы жайлы айтып беріңізші бізге қысқаша. Енді біздің ең басты миссиямыз ол ұлттық кодты дәріптеу, келе жатқан, өсіп жатқан өскелең біздің ұрпаққа осы біздің тағамдарымызды, қымызды жеткізу. Сол үшін біз келген қонақтардың барлығына біздің қымыздың дәмін көріңіз деп аса бір құрметпен өзіміздің қымыз картамызды ұсынамыз. Сол кезде бәрі таңғалады, сонша қымыздың сонша түрі бар ма сіздерде деп. Сол дәріптеп жүрміз енді, барымызды салып жатырмыз. Меня зовут Светлана, мы с Астаны. Мы делаем традиционные сувениры на свадьбы, на тои, чтобы красиво можно было презентовать, подарить, заменить как бы пластик, конфеты. Это у нас саукеле. Саукеле, осыки, торсы. Да, есть у нас. Это шкатулки, да, идут. Это полностью ручная работа. Мы сами заливаем формы, полностью оформляем тоже сами. Юрты, тоже в виде шкатулок. Можно также залить туда свечи с натуральным воском. Спасибо вам, что поддержали, стали нашими партнерами. Еще раз поздравляем всех с праздником. Это наш общий праздник. Удачи вам. Мы из города Семей, компания «Мэрус». Мы специализируемся на производстве казахских национальных сладостей и куртов. Это, допустим, хоспа в шоколаде. Сол. А еще мы сейчас такую новинку делаем. Мы делаем бидай с шоколадом. Это для того, чтобы наши опашки могли с чаем пить. Мы добавляем специальные пищевые добавки, натуральные, на основе выжимки ягод, фруктов. То есть вот это идет у нас клубника, со вкусом клубники. Мне попробуйте. Это со вкусом яблока, это смородина, это банан, топленое молоко.